Nerede otur görüş? Men sotoğlumu görüşü bolma, sotoğlumu men. Men жолдасым ак көңүл еді. 19 жыл бірге отақтасып тұрсақ та бір саусағын ұшын көтеріп мен ұрған емес, ешқашан ұрған емеспін. Ол күні азанда машинамның инжекторын жөндетуге барамын деп шықты. Сен жұмысқа апарайын деді. Үлкен балама үйде ыстық қостықтадың, үйде жүрсе нағашыларына апарайын деді. Сөйтіп мұны айнаға қарап, екеуі бойын салыстырып, балам бойы менен өсіп ғой деп екеуі бір-бірін құшақтап, бетін сөйтіп жаным деп баласын. Сөйтіп шығып бұл нағашылар үйіне тастады. Сөйтіп екеуміз жақсы әңгімелесіп бардық жолдашы. Содан кейін көрген жоқпын оны. Тек звондадым 8:30-да. Мен жұмыстан алып кетесің деп, Ақбұлаққа клиенттермен кетіп бара жатырмын деді маған. Өзің қайта берші деп. Жарайды деп. Үйге 10 минутта ма, 15 минутта жетіп қойдым мен. Звондадым оған қайтадан. Жеттім дедім. Сөйтіп балдар не істеп жатыр деді. Үйде дедім. Үнемі сұрай беретінше балдар не істеп жатыр деп уайымдап тұрады. Ертең мен нан апарайын ба деді. Әкесең әкел көресің мен еще оған болгарский фарш әкел деген ғой. Байқұс алуын алған. Сол жерде жеткізе алмаған ғой маған. Содан кейін жұмыстан шаршап келіп балдарға шай тамағын беріп ұйықтап қалғам ғой. Сол оянсам 1:30. Звондаймын оған, телефонын көтермейді. WhatsApp-ына да звондадым, көтермейді. Кейін тағы да 2:30, 3:00 5 конца звондадым, уже телефоны өшіп болды ғой. Таңда да 7:30-да, 8:00-де, 9:00-да звондадым. Кейін сағат 9:00-дардан асқанда милициялар звондайды маған, Керімбаев Қайсар, сіздің жолдасыңызда осындай машинасы бар ма? Ауруханада комада ауыр халде жатыр деп шақырды. Барсам жаңағы дәрігерлер айтты ғой жағдайын. Авария болған жоқ, сол жаңағы қан кездерінің қолынан қаза тауып отыр ғой. Соларды алып жүрген ғой, тек 2 күн демалысына таксовать ететін ғой. Алып жүрген ғой таксиде. Сөйтіп оның сабырлығына да таң қалатын. 3-4 сағат күтетін ғой клиенттерін апарып сыртташы. Олардан ондай жауыздық күтпей қалды ғой өзі де. Осы Беловодтың адамдары, бірақ мен вообще олар көрген емеспін, танымайды екенмін. Оның клиенттерін кіммен жүретінін де білмейтін ғой. Тергеу процесіне көңілім толмайды, вообще толмайды. Біреу ғана отыр, екеуі жүр бостандықта. Біз тайраңдап жүр. Біз уайымдаймыз, мына жерге тұруға қорқамыз. Қазір сол мамамның жағында тұрып жатырмын, әке-шешеммен бірге. Танымай қалдым көрілгенде. Танымай қалған еді молдадан. Қайсар ма деп таң қалдым, сөйтіп я деп түрі өзгеріп кеткен ғой. Бет аузы ісіп кеткен, еріндері жырылғанда басында ашып көрдім. Басынан төбесінде өте үлкен шишка болды. Ана бет аузының мына жері де ісіп кеткен, жырылған беті. Қорқып кеттім ана көрдім. Балам да көрді, енді соңғы рет көрсін деп кіргізгеннен шошып шықты, болды түрі өзгеріп кеткен ғой. Мына қорқыныш күткенде дірілеп шықты баламда. Сау адам бармайды әрине. Бұлар ішкен, шеккен деп те естідік қой. Демек, маған 8:30-да ішінде клиенттермен жүрмін дегеніне қарағанда, сол уақыттан бері машинасына отырып алғанда түспеген ғой бұлар. Өзі де құтыламаған ғой. Азанда Семенге барамын деп те алысса керек, кетпейсің деп ұстаған екен оны. Естуім бойынша, кетпейсің ешқайда деп, машинаңды бересің бізге деп алысқан бұлармен. Бірақ видеосын ғана көрдім. Жаңағы телеграмға қойған, басқа видеосын көрмедім. Басқа видеолар бар деп естіп жатырмын. Негізінде ұрып тұрған кезінде видеоға түсіріп алған дейді. Бәрін удалить еткен дейді. Ешқайсысы кешірім сұрап келген жоқ. Түрлерін де білмеймін, көрген де емеспін. Өмір бақиға сотталғанды қалаймын даже. Ана бір өзі мойнына алса 8-10 жылға деп естіп жатырмын. Егер групповой болса 17-18 жылға деп естіп жатырмын. Мақсаттарын біз де түсіне алмадық. Вообще жұмбақ болып тұр ғой. Түсініксіз, соны тергеуде анықтап берсе да бізге не мақсат болған, не үшін, не себеп машинасын алмақшы болды. Мен кеше осы жағдайды телеграмнан ашын ана не болып жатыр екен көрейін деп ашып қарасам, осы жөнінде қозғалып жатқан көрдім дағым. Екпіншен тас жолының бойында тоқтадым дағым. Жарты сағат сыладым мен. Отырып алып. Еш өзімді тежей алмай қалдым кеше. Бәрі жаңағы комментарий жазып жатыр ғой, көңіліміз толмайды. Ешқандай көңіл толмайды. Кетсін жаңағы үшеуі де сотталып, әділ жазасын берсін. Оның жаңағы жасырып қалған шешесі Жәмиляның өзі де сотталып, ол да жазасын алсын. Ол Жәмиля менің өзімнің кішкентайымнан бірге өскен класстасым. Оның баласы осы тірлікті істеп отқан, соның баласы. Бұрмалаушылық болып жатыр ма, жаңағы таныстары сондай неғып отыр ма? Бәрі осы ауылдың адамдары болғаннан кейін бір-бірінің аузын жауып отыр уже. Оны енді ана облыстық
прокуратура жоғарғы жақ қарауын талап етеміз біз енді. Жоғарғы жақ өз әділ бағасын берсін енді. Мына біз Сайрам ауданының тергеу ісіне еш қанағаттанбаймыз. Облыстық тергеуге ауыстырып, сол облыс қарасын енді. Оны бекерден бекер осылай бітіріп қалдырып қоя салмаймыз, уже бітіріп жатыр дегенді естіп жатырмыз уже. Бітірмесін, аяқтасын аяғына дейін, жеткізсін аяғына.